Топиари әдісі жайлы естігендеріңіз бар ма? Қазіргі кезде еліміздің көптеген ірі қалаларында бұл әдіс кеңінен пайдалануда десек артық айтқандығымыз емес. Өйткені бұл көгалдандырудың көркем де өте қызықты және әдемі әдісі. Аталмыш саланың бастау көзі ежелгі Египет пен Персия екендігін ұмытпағандығымыз жөн. Сол кездерден бастап адамдар ағаштарды бейнелі сомдап, оларға әртүрлі пішіндер беруді әдетке айналдырған. Топиари әдісін қолдану кез келген адамдарға бейне бір ертегілер елінде жүргендей сезінетін әсер қалдыруға мүмкіндік туғызады. Ол үшін міндетті түрде мүсінші немесе суретші болу керек емес. Адамның қиял ғажайып фантазиясымен оны іске асыруға деген құштарлығы жеткілікті. Осы тұста бұл әдісті әріптесім Жұлдыз Пірмағанбет арнайы маманнан үйреніп келген болатын. Олай болса, экранға зер салайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, арнада бірге үйренейік. Айдары және сіздермен бірге мен Жұлдыз Пірмағанбет. Бүгін бізде үйренетін ол топиари әдісі және де ол әдіспен бізге үйрететін Назарбаев сәткерлік мектебінің 9-шы сынып оқушысы Тәңірберген Аружан. Сәлем Аружан, көңіл-күйің қалай? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабағымызда біз топиари жасайтын боламыз. Бұл топиари жасау үй жағдайында өте оңай болып келеді. Керекті құрал жабдықтармен таныстырып өтсең. Бізге керекті құрал жабдықтар ол гүлдің астына қоятын горшок және де декоративті ағаш. Біз гүлге домалақ пішін беру үшін жаңағы оны пенопластпен жасауға болады, бірақ үй жағдайында оңай болу үшін газетті орап дөңгелек пішінге келтіреміз. Және де осы гүлдерімізді жасау үшін бізге фетр матасы, ол гүлдерді жапсыру үшін ыстық кіле қажет болады. Алғашқы жұмысымызды неден бастаймыз енді? Алғашқы жұмысымызды біз арнайы гүлдерді жасаймыз. Ал ол гүлдерді, жасанды гүлдерді қолдануға болады. Ал біз қазір гүл жасаймыз. Бұл фетр матасы. Фетр матасы деп аталады. Фетр матасы. Ең бірінші осы матаны біз ирек қып қиып аламыз осылай. Аружан, енді көрермендерімізге түсінікті болу үшін мен мысалы қырқып жатырмын, бұл дұрыс па? Мысалы мен дәу оқып атқан сияқтымын, құрметті көрермендер. Негізі ол араларын жиі қылған дұрыс, өйткені қаншалықты үлкендеу болса гүлде соншалықты үлкен болып шығады. Демек мен арасын жиі қылуым керек, майда-майда. Енді осы қырқылған фетр матаны біз гүл формасына келтіріп дөңгелектеп жапсырамыз. Енді оны біз арнайы ыстық кілеммен жапсыратын боламыз. Құрметті көрермендер, біздің осында екі кішкентай ғана әсем гүліміз дайын болды. Ал енді бұл гүлдерге не жетіспей тұр, Аружан? Жапырақ жетіспей тұрған сияқты, жапырақты қалай жасаймыз? Жапырақты жасау үшін біз ең алдымен жасыл фетр матаны аламыз және осыны жапыраққа ұқсатып қырқып аламыз. Келесі кезекте біз осы декоративті ағашымызды осы жаңағы дөңгелек пішініне оны жапсырамыз. Ал ол жапсыру үшін біз ол жапыспайтындықтан біз оған жіпті қолданамыз. Қатайту үшін. Қатайту үшін, е. Мен көмектесейін? Аружан, дайын болған секілді, енді ары қарай. Енді біз ары қарай осы декоративті ағашымызды горшокке бекітеміз. Ол үшін біз ыстық кілейді қолданатын боламыз. Енді ары қарай біз осы әлде де дұрыс тұру үшін біз қағазбен тығыздап тұрғызатын боламыз. Қағазымыз? Қағазды біз бірінші шықтып саламыз. Ендігі кезекте біз бұны әсемдеу үшін жаңағы өзіміздің жасаған гүлдерімізді жапсыратын боламыз. Аружан, бұл топиари әдісі сені несімен қызықтырды және де бұны қанша уақытта үйреніп алуға болады? Топиари әдісі ол өте оңай әдіс. Бұны үйрену көп
қиындықты қажет етпейді. Және де осы топиари ол үйдің сәнін келтіріп тұратындықтан мені қызықтырды. Мен үйімде үнемі осындай әртүрлі интерьерді дизайн беріп тұратын нәрселерді көп жасаймын. Ал ендігі кезекте бізде қандай кезең қалып тұр? Енді біз келесі жапырағымызды жапсыруымыз керек. Жапырақты жапсыру үшін ыстық клейді қолданамыз. Ыстық клейді сәл ғана шетіне жабыстырады екенбіз, құрметті көрермендер. Және де гүлдердің арасына орналастырамыз, иә? Мінекей, құрметті көрермен, біз жапырақты да үйлестіріп өз орнына қойып үлгердік. Бұнымен әлі біткен жоқ, әрі қарай жалғасын Аружан айтатын болады. Енді әрі қарай гүлдеріміз одан да әдемі болу үшін біз оларға арнайы моншақтарды жапсырып шығатын боламыз. Мінекей, керемет туындымызда жақындатып қалдық. Өте керемет шығып жатқан сияқты. Дегенмен де әзір біткен жоқ, Аружан, солай ма? Енді біз оның горшоктың үстіндегі қағаздарды көрсетпеу үшін осындай арнайы нәрсені қолданамыз. Бұның орнына біз тұрмыста қолданылатын кез келген нәрсені қоюға болады. Мысалы, не нәрсе қоюға болады? Мысалы, матал қоюға болады. Ендігі кезекте біз осы декоративті ағашымызды сәндеу үшін көптеген нәрселерді қолдануға болады. Мысалы, стразаларды жапсыруға болады, немесе осы лентаны орауға болады. Лентаны орау үшін біз ең алғашқы кезеңде осы домалаққа жапсырмай тұрып орау керек лентаны. Бірінші ағашты сәндеп алып барып орналастырамыз, иә? Құрметті көрермендер, осындай туындыны өздеріңізде үй жағдайларыңызда, өздеріңізде бөлмелеріңізді сәндеу үшін жасауларыңызға әбден болады. Қолдан шыққан дүние әрқашанда сәнді әрі көрікті көрінеді. Бұл бір үйренейік Айдары. Аман сау болыңыздар.